Сәлеметсіздер ме, құрметті Шоқан Channel арнасының оқырмандары. Бүгін біз сайлауға келген адамдардың референдум туралы пікірлерін біліп, олармен интеллектуалды ойындар ойнадық. Ал енді нәтижесін бірге тамашалайық. Қош келдіңіз. 5 минутыңызды аламыз. Интеллектуалды ойыннан қойғанбыз. Сұрақтар қоямыз, жауап бересіз. Оңай интеллектуал сұрақтар. Енді мен бірінші қояр сұрағым қазақ балаларына арнап ең алғаш рахмет. Енді мен сізге қояр келесі сұрағым бар. Қазақ әліпбиін жазған адам. Рахмет. Қош келдіңіз. Бір минутыңызды аламыз. Интеллектуалды ойыннан қойғанбыз. Қазақстан Республикасында қабылданған үш маңызды тіл қандай? Ол бірінші қазақ тілі, әрине одан соң орыс тілі, одан кейін ағылшын тілі. Рахмет, бір жауап болды. Екінші сұрағым, Қазақстан Республикасында теңге қаншашы жылы енгізілді? Теңгеге бізде 1993 жылы енгізілді. Көп рахмет. Тағы да бір сұрақ қоятын болсам, 5 маусым осы референдумдан кейін Қазақстанда қандай жаңа өзгерістер болады? Пікіріңізбен бөлісеңіз. Жаңа Қазақстан пайда болады деген ойдамын. Өйткені ол үлкен шешім, үлкен нақты шешім. Біз сол нақты шешімге қауышымызды күресіп осы таңдауымызды жасауымыз керекпіз. Уақыт бөліңіз көп рахмет. Өзіңіз білетіндей, қазақтарда сау кесу деген дәстүр бар да. Оны қандай сауда кескен жіппен кеседі, қандай мағынамен кеседі? Себеппен дейді. Ешкімнің ала жібін аттамау үшін ала жіппен кеседі. Көп рахмет. Тағы да қойсам, қазақ өнеріне неше? Осы 5 маусым референдумдан кейін қатысында қандай өзгерістер болады деп ойлайсыз? Пікіріңізбен бөлісеңіз. Көптеген өзгерістерді күтеміз. Барлық жаңағы жасалып жатқан өзгерістерге қосыламын. Уақыт бөлісіңізге көп рахмет. Тұрғандай, қазір 5 маусым референдум болып жатыр. Бұл Қазақстанға өзінің қандай бір жақсылықтан алып келеді деп ойлайсыз? Өзгерісті қалап тұрмыз ғой. Жақсы Рахмет, сау болыңыз. Осы елімізге қандай жақсылықтар алып келеді деп халқымызды көп жақсылап келеді. Үміт күтіп отырмыз. Халықтың бәрі үміт күтіп отыр. Жағдайымыз жақсыра 100%-ке. Балаларымыз аман болсын осы, халқымыз аман болсын осы референдум. Сеніп отырған, күтіп отырған. Барлық жақсылық тілеймін. Сендер сияқты жасөспірімдер өсе берсін, өне берсін. Осындай үлкен журналист болып атақты. Рахмет. Сұхбаттар алдыңдар. Уағалейкум ассалам. Бір-екі минут уақытыңыздан бөліп 5 маусым референдумдан кейін Қазақстанда қандай өзгерістер болады деп ойлайсыз? Оған нақты мен ештеңе айта алмаймын. Қазір беріп дауыс берді. Көреміз, Құдай қаласа, қандай өзгерістер. Енді барлығы жақсы болады деп сенеміз. Қандай пункттер орнығады деп ойлайсыз? Бұл жағын енді мен нақты айта алмаймын. Мысалы, жастардың қазақ тілінің құндылығын артуы деген сияқты. Ол өте маңызды, ол сол орында алуға тиісті. Сол қазақ тілінің мәртебесі жоғары болуға тиісті. Уақытыңыз бөлгеніңізге рахмет. Осы 5 маусым референдумдан кейін Қазақстан қандай жаққа өзгереді деп ойлайсыз? Енді жақсыға өзгереді деп ойлаймыз, үміт солға бәріміз. Мысалы? Мысалы, екінші республика болады деп жатыр. Сол болады, жағдайымыз жақсарады деген үміт қоямыз, сол үшін келіп тұрмыз. Рахмет, сау болыңыз. Маусым референдумдан кейін Қазақстан қаншалықты өзгереді деп ойлайсыз? Қандай жақсылықтар әкеледі деп ойлайсыз? Меніңше, біз өз қазақ жақтап келген
жақсылықта көріп отырмыз, сол үшін келіп отырмыз. Көңіліміз толық қазақ еліміз көркейіп өсіп, жастарымыз өсіп, болашағымыз жарқын болады деп ойлаймын. Референдум болып жатыр. Бұл Қазақстанға өзінің қандай оң жақтарын алып келеді деп ойлайсыз? Пікіріңізбен бөлісіңіз, халықтың пікірі бізге маңызды. Қандай пікірі? Енді бәрі де жақсы болады ғой. Қазақстанымыз өсіп, өрлей берсін, гүлдеп жайлай берсін, жастарымыз, болашағымыз біздің өсіп, өркей берсін. Енді сол тек қана болашақ жастардан ғана күтеміз. Рахмет, сау болыңыз. Қош келдіңіз. Таңда қош келдіңіз. Сайлауға? Иә, құрметіңіз сабақ, ана жерде баннерда сұрақ қоямыз. Баннердің алдына дейді. Бүгінгі референдумымыз құтты болсын, өмір мереке, Қазақстанымыз бейбітшілікке жетсін. Жаңағы осы митингі нелер болмасын, тек жақсылық болсын, балалар өсіп өнсін, жақсы мына статьяларымыз қабылданып, Қазақстанның мына бүлдіршіндеріміз бәрі көп нәтижеге жетсін, жақсы оқысын. Осы болашақ балалардікі ғой енді. Сол біздің тілегіміз сол, тек бейбітшілік болсын. Жарай ма? Сау болыңыз. Бір минутымызды аламыз. Осы 5 маусым референдумдан кейін Қазақстанда қандай өзгерістер болады? Өзгерістер болғанда халықтың өзінің таңдауы болып жатыр ғой. Осы халықтың таңдаған несі орындалады деп ойлаймын. Сау болыңыз, рахмет. Мен өзім пікіріңізді білгім келіп тұр. Осы 5 маусым референдум күні Қазақстанға қандай жақсылықтар алып келеді? Осы қазір айтарым, жақсылық алып келеді. Сол жастарға өзінің ойын айтуға алып келеді. Жақсылықтар болады. Жаңа өздерінің ойлаған армандарын айтады мысалы. Сол үшін пікірін алып келеді. Рахмет, сау болыңыз. Және де Қазақстан президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылды қандай жыл деп Рахмет. Сұрақ, жауап. Келесі сұрақ. Жиырма